Перизат Мырзахмет. Өмірдің аты М. Бұл кітапты бірақ күнде оқисыз, бірақ өмір бойы ойланасыз. Кіріспе. Кітап жазу көптен бері ойда жүрген дүние болған. Бірақ мұндай жағдайда жазамын деп үш ұйықтасам түсіме кірмеп еді. Дегенмен ең әуелі кімге керек бұл кітап деген ой маза бермеді. Жұмыр жерге жиылған 8 миллиард жұмыр бастының әрқайсының еншілеп алған мұңы сыры қара бастарынан асады. Мен де қатардағы адаммын. Қол бастаған көсем, сөз бастаған шешен емеспін. Аласапыран әлемнен өзіне жылы бұрыш іздеген олпы-солпы тірлік кешкен көптің бірімін. Неге жұрт бұл кітапты оқу керек? Қай жерім артық? Кітапты шығарамын деп жүз ойланып мың толғандым. Оқырманның уақыты мен ақшасын зая кетіргім келмеді. Бірақ күйзелісте жүргенде куә бір оқырманым Элиф Шафақтың «Махаббаттың 40 ережесі» кітабын ұсынды. Кітап оқу мені көптен бері қуанта қоймап еді. Мына кітаптан кейін шалажаншар жүрегім қайта тірілді. Махаббатты түсіндіру мүмкін емес. Оны тек бастан кешу керек. Махаббатты түсіндіру мүмкін емес, бірақ ол бәрін түсіндіреді. Бұл сөздерді Құдай жолдаған демеу белгі деп қабылдадым. Махаббат туралы кез келген оқиға айтылулы, жазылулы керек. Өйткені махаббатсыз мына әлемнің мағынасы жоқ. Сондықтан әлемдегі аласапыран өзгерістердің жанында сенің махаббаттың кімге керек деген кертартпа ойды ысырып тастадым да кітапты жазуға кірістім. Иә, әлем алай-дүлей болып жатқан шығар, бірақ соның бәрі махаббаттың даусын, жүректің үнін басып тастағандықтан. Соның бәрі махаббатсыз іске асқан әрекеттердің салдары. Бізді бала күннен үндемеуге үйретеді, төзуге тәрбиелейді. Ұлды да қызды да қайғырсаң әлсізсің, мұңайсаң сүмелексің, шыдамасаң шұлғаусың, жыласаң жарамайсың. Батыр бол, қасқыр бол, алып ұр, шалып жық, әйтпесе сені езіп кетеді. Қанаттың талса, тәнің қалжыраса, рухың әлсіресе, жүрегің сыр берсе, үндеме. Тістеніп ал да тырбына бер. Бір сәтке де әлсіздік білдіруге болмайды. Үлкен кіші, еркек ұрғашысы бәрі де мықты екендіктерін дәлелдегісі келеді. Кімге бір-біріне ме, Құдайға ма, шайтанға ма, әйтеуір батырлыққа таласқан жұрт. Әйтеуір білек қаруын, жүрек күшін сынауға құмар ел. Қараңғы жатырдан шығып, қараңғы көрге енгенше жанталас. Сонда бәрінің баратын жері біреу. Сонда бәрінің киетін соңғы киімінде қалта жоқ. Сонда бәрі құрт құмырсқаның жемі. Онда неменеге мықты боламын деп өзеурейміз. Азды көпті ғұмырды үндемеуге, сыр білдірмеуге арнаймыз. Ал егер бір сәтке тоқтап шынымен үндемей қалсақшы, мына қым-қуыт әлемде шынымен тыныштық орнасашы. Біз миллиард жүректердің ауыр жүктің астында жаншыла ыңырсыған даусын естіредік. Кез келген адамнан тәніндегі ең үлкен жара қайсысы деп сұрасаңыз, ең үлкен жара жүректе деген жауап аласыз. Менің жүрегім жарты-ақ жыл өмір сүрді. 36 жыл тіршілік кешіп,
Алтайға ғана шын өмірдің бейнесін қандай болатынын көрді, нағыз бақыттың дәмі қандай болатынын сезді. Сиыр жылының соңғы айы бұл жүректі тас талқан етті. Бұлшық еттері бір-бірінен ажырап, тамырлары бытыр-бытыр үзіліп, енді қайтып жамалмастай дода-дода күйге түсті. Мұндай жүрек кем дегенде 2, көп дегенде 8 миллиард. Тура менің жүрегім сияқты қиналып жүрген жүректердің көп екенін білемін. Күнде жанымнан көремін, саяхаттап барған жерлеріммен кездестірдім. Оқыған, көрген, естіген оқиғаларымнан табамын. Жаралы кейіпкерлер тым көп. Оның бас-басына кітап арнап ешкімге ұқсамайтын әңгімесін таңдауға болады. Бұл кітапты қолына алған әр оқырман өзінің жүрек үнін естиді. Мүмкін өмірінде бірінші рет. Сондықтан мен алба-жұлба жүректің өзіне сөз беруге бел байладым. Ішіне сыймай жатқан бар шерін тарқатсын. Алғаш жан біткеннен бастап, жарық дүниеден, жалған дүниеден махаббат іздеп жаутаңдаған жүректің сыры көп, айтары жетіп жатыр. Онсыз да ұзақ уақыт тұншықтырдым. Мықты бол, берік бол, төз, шыда, көн. Бар естігені осы, енді тоқтама. Ащы сырыңды ақтар, аянып қалма.